Bir kişi soңғы 10 күні iftar таратады, соған бара жатыр. Күйеуіме звондады, келіп алып кет деп. Сіздерге кішкене сол районды көрсетейін деп жатырмын. Қандай район? Біз тұратын районнан кішкене басқаша. Сол кісі жылы, каждый год солай ифтар береді. Таныстарына, ақшасы жоқ адамдарға береді. Сол район көрсетейін, қандай районда тұрады. Сиырлар ұстайды, магазиндер. Süt satатын магазин. Міне мына кісі береді, ақ киімде отырған. Ақ киімде отырған кісі береді, мынау көрсетті. Мына кісі. Бұл ауданда қарапайым отбасылар өмір сүреді. Үй бағалары өте арзан, арендалары 10-15 мың рупий айналасында. Самсалар картоппен, бұршақпен, тауық етімен сатылады. Қызым балалар дүкенін көріп, өте қызығып кетті. Бұндай дүкендер адамды, балаларды өте қызықтырады. Өздеріңіз көріп тұрғандай көшелер өте тар, жаяу жүруге мүлде орын жоқ. Елдер сиырларын жол бойында бағып, сүт сатып өмір сүреді. Бір жолда рикшалар да, машиналар да, мотоциклдар да жүреді. Жаяу жүруге мүлде ешқандай условия жасалмаған. Адамдар өте қарапайым. Кім қалай өмір сүре алады, солай өмір сүреді. Біреу самса сатып, біреу дүкен ашып, өмірлерін өткізеді. Балаларға ешқандай ойын алаңы ешқандай қарастырылмаған бұл аудандарда. Өздеріңіз көріп тұрғандай көшелері өте тар.